Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін қарашаның 18-і, 18 ноября. Сабақтың тақырыбы мектептің жанында ойнаймыз. Откройте страницу 78-ю. Мектептің жанында ойнаймыз. Ойнаймыз, играем возле школы. Тема нашего урока. Жаңа сөздер, новые слова. Запомните, ребята, жанында, около, возле. Жанында, около, возле. И дом, знакомое слово. Есне сақта, запомни. Ребята, в казахском языке нету предлогов. Например, около, возле – это предлог. Нету предлог, есть послеслог. Послелог. Это стоит жанында, около, после слова. Мектеп үйдің жанында. Школа возле дома. Возле дома переводится үйдің жанында. Обратите внимание на окончание. Дың, үйдің жанында. Возле дома, школа. Мектеп үйдің жанында. Дүкен мектептің жанында. Дүкен, магазин возле школы. Как будет возле дома? Үйдің жанында. Возле школы. Мектептің жанында. Жанында переводится около, возле. Үйдің жанында. Возле дома. Мектептің жанында. Возле школы. Дүкеннің жанында. Возле магазина. Терезенің жанында. Возле окна. Или около. Откройте страницу 78, 78 бет. Тыңда, қайтала, оқы. Слушай, повторяй и читай. На странице 78 нашли текст. Менің үйім мектептің жанында. Мой дом возле школы. Сашаның үйі саябақтың жанында. Саябақтың. Сашин дом возле парка. Саябақтың жанында, возле парка. Анельдің үйі театрдың жанында. Анель дом возле театра. Біз үзілісте мектептің жанында ойнаймыз. Мы на переменах играемся возле школы. Теперь возле парка. Саябақтың жанында. Сашаның үйі саябақтың жанында. Менің үйім мектептің жанында. Мой дом возле школы. Анельдің үйі театрдың жанында. Біз үзілісте мектептің жанында ойнаймыз. Мы на перемене играемся возле школы. Ребята, давайте еще раз повторим. Возле парка. Саябақтың жанында. Возле школы. Мектептің жанында. Возле, около театра. Театрдың жанында. Жанында переводится около или возле. 79 бет. Оқылым. Чтение. Бірінші тапсырма. Откройте 79-ю страницу. Нашли первое задание. Суретке қара, оқы. Посмотри на картинку, прочитай. Саша терезенің жанында тұр.
Саша стоит возле окна. Терезе, окно. Вспомнили это слово? А терезенің жанында около или возле окна. Әлібек мектептің жанында тұр. Әлібек стоит возле школы или около школы. Мектептің жанында тұр. Әлібек мектептің жанында тұр. Әлібек стоит возле школы. Кітап дәптердің жанында жатыр. Книга лежит около тетради. Около окна, терезенің жанында. Возле школы, мектептің жанында. Около книги, кітаптың жанында. Или рядом с книгой. Айтылым. Екінші тапсырма 79-ші бет. Говорение. Екінші тапсырма. Суреттерге қарап, сұраққа жауап бер. Вы должны посмотреть на картинку и ответить на вопросы. Бала қайда тұр? Мальчик где стоит? Қайда, где стоит мальчик? Бала партаның жанында тұр. Мальчик стоит около парты. Үй қайда тұр? Үй мектептің қасында тұр. Үй мектептің қасында тұр. Дом стоит возле школы. Сөмке қайда тұр? Где стоит сумка? Сөмке үстелдің қасында тұр. Сумка стоит около стола. Саша қайда тұр? Саша тақтаның жанында тұр. Возле доски. Саша тақтаның жанында тұр. Оқу тапсырмасы 80-ші бет. На 80-й странице, третье задание, жазылым, письменно. Вы должны составить предложение по картинкам. Суреттерге қарап, сөйлем құрап жаз. По картинкам составить предложение, сөйлем. Әлібек тақтаның жанында тұр. Әлбек стоит у доски. Анель терезенің жанында отыр. Анель терезенің жанында отыр. Анель сидит возле окна. Саша дүкеннің жанында тұр. Саша стоит около магазина. Вот так вы должны составить 3 предложения, используя слова жанында, около, возле. Сонымен балалар, бүгінгі тақырып мектептің жанында ойнаймыз, играемся возле школы. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.